Оқушылар, біздер топқа бөліндік, ендеше ағай сабағымызды жалғастырайық. Ендеше бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біздер бүгінгі сабақта психологиялық ахуал туғызу мақсатында бірімізге сәттілік тілеп, ары қарай тілегімізді айтып сабағымызды жалғастырайық. Ендеше мен өзім бастайын, сіздерге мына бірінші топқа, яғни бүгінгі сабақтарыңызға сәттілік, сіздерге алдағы уақытта осы сабақтан керемет білімдеріңізді алып, ары қарай соларды қолдануға мен тілекшімін. Так, сіздер енді келесі топқа өздеріңіздің тілектеріңізді айта аласыздар. Бүгін сіздерге осынша сабаққа сәттілік тілеймін. Қиын есептерді барынша оңай тәсілмен табуларына тілектеспін. Сіздер сабақты ашып түсіндіруге сәттілік тілеуіне. Жақсы, жақсы оқушылар, ендеше бүгінгі сабақты бастамас бұрын біздер тақтаға қараңыздар, таза тақта әдісі бойынша мектеп сабақты қайталап жүрміз. Яғни бізде бірнеше сұрағымыз бар, тақтадан стикерлерді алып, сұрақтарға жауап берейік. Топтардан оқушылар шығарыңыздар. Сіздер топтан көмектесуге де болады. Сұраққа жауап берейік. Үзіліссіз кездейсоқ шама. Үзіліссіз кездейсоқ шама. Айта қояйық. Мәндерінің жиыны белгілі бір екі санның арасындағы мәндердің барлығын қабылдайтын кездейсоқ шама, үзіліссіз кездейсоқ шама деп аталады. Жақсы, үзіліссіз кездейсоқ шама. Яғни бұл ненің түрлері деп айттық? Кездейсоқ шамалардың түрлері, яғни бізде кездейсоқ шамалардың түрлері қандай? Үзіліссіз. Екіге болып бөлінеді. Жақсы, отырамын. Келесі. Математикалық күтім. Математикалық күтім дейміз не? X кездейсоқ шама мәндерінің осы мәндерге сәйкес ықтималдықтарына көбейтіндерінің қосындысы. X кездейсоқ шаманың математикалық күтімі деп аталады. Ол MX-пен беріледі. MX-пен беріледі. Жақсы. Қалай табамыз? Математикалық күтімді оқушылар отырайық. Ықтималдықтары мен кездейсоқ шаманың мәнін бір-бірден көбейтіп отырамыз. Жақсы, керемет. Келесі. Тағы да. Сіздер. Кездейсоқ шама. Кездейсоқ шама дегеніміз не? Бұл қандай шама? Так, топтан. Тәжірибе нәтижесінде бірнеше мәндердің бірін қабылдайтын шама кездейсоқ шама деп аталады. Бұл мәндердің қайсысы қабылданатынын алдын ала білу мүмкін емес. Жақсы. Отырамын. Келесі. Дискретті кездейсоқ шама. Дискретті кездейсоқ шама. Бір-бірінен оқшау бөлек қабылдайтын кездейсоқ шама, дискретті кездейсоқ шама деп аталады. Жақсы. Тақта қарап жіберейік, яғни мен айтып кеткенде кездейсоқ шама бізде екіге бөлінеді, үзіліссіз кездейсоқ шама және дискретті шама. Дискретті шама бізде үзілісті болып табылады. Енді кездейсоқ шама дегеніміз бұл қандай? Яғни ықтималдық теориясының негізгі ұғымдарының бірі болып табылады. Кездейсоқ шама жағдайға тәуелді белгілі бір ықтималдығы бар, әртүрлі мән алатын қандай да бір шама. Кездейсоқ шаманың маңызды сипаттамасының біріне оның таралу ықтималдығы жатады. Енді жаңа айтып кеткенде үзіліссіз және дискретті кездейсоқ шамалардың анықтамаларын айтып жүрейік. Яғни үзіліссіз кездейсоқ шама дегеніміз бізде кейбір соңғы немесе шексіз интервалдан кез келген мәндерді қабылдайтын кездейсоқ шамаларды атаймыз. Ал дискретті кездейсоқ шамалар бізде сынақ, тәжірибе кезінде шама кез келген алдын ала белгісіз мәндерді қабылдайды. Жақсы. Ендеше балалар үй тапсырмасын тексеріп жіберейік, яғни алдыңғы сабақта сіздерге үй тапсырмасын берілген болатын. Так, оқиық, яғни бұл тапсырма жалпы сыныпқа берілді, бірақ бұл жерде топтардан шығып айтуға болады, яғни әрқайсысында қандай жауап шыққан. Яғни үй тапсырмасын оқиық. Так, сіздер шығып жатсыздар ма? Әрбір екі оқытушының бір рет атқандағы ұпай санының үлестірім заңы бізде кестеде көрсетілген, оқушылар. Енді қайсысы қай оқытушының нысанаға тигізуде ұпай саны көбірек деп ойлайсыздар? Бірінші кестедегі оқытушының нысанаға тигізудегі ықтимал саны 0,6, 0,3, яғни бұл 9-10 нысанаға тигізудегі саны 0,9-ға тең. Ал екінші нысанадағы 9 мен 10-да 0,1, 0,5 оларды қосқанда 0,6. Сондықтан бірінші кестедегі оқытушының нысанаға тигізудегі ұпайы көп болады. Көбірек болады деп ойлайсыздар. Себебі дәл тигізу бізде 10 ғой, негізі 9-10 деген дәл тигізу деп айтамыз. Ол саны 8-8, 9-ға 10-ға тигізгенде дәл тигізеді ғой. Яғни бізде бірінші оқытушының бағанағы
ықтималдығы көбірек яғни нысанаға тигізудегі ұпай саны көбірек. Барлығымызда осылай шығарған оқушылар. Ал жалпылама ықтималдықтың бұл жерде қосылысы шегіше бірге тең, дұрыс айтасыз. Ендеше сабағымызды жалғастырайық, яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы дискрет кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалар тақырыбына біздер есептер шығарамыз. Дәптерлеріңізді ашып, күн жарысын жазайық, оқушылар. Тақырып жаза қояйық. Дискретті кездейсоқ шамалардың сандық сипаттамалар тақырыбына есептер шығару тақырыбымызды жаза қояйық. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты дискрет кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеу. Яғни сабақ барысында біздер бұл мақсатқа тағы да ораламыз және осы мақсатқа жетуге түрлі сіздерге тапсырмалар берілетін болады. Тақырып жазылып па? Жақсы. Ендеше бірінші тапсырмаға назар аударайық, оқушылар. Лотерея билетін сатып алған кезде 1000 теңге ұтып алу ықтималдығы 0,100-ге тең. Ал 1 миллион ұтып алу ықтималдығы 0,10 1-ді құрайды. Енді мына жерде мынандай тапсырма сіздерге. 100 000 теңге ұтып алу ықтималдығын табуымыз керек. Яғни бұл жерде X-ке бергендерге білеміз кестеде. Келесі кездейсоқ шаманың яғни үлестірім заңын анықтау керек бұл жерде және аталған үлестірім заңы бойынша математикалық күтімін табамыз кесте бойынша. Так, сіздерге тапсырма бере қояйын. Қай топ дайын болады? Атауымызда. 2 минут уақыт берді. Есепті қарап жүріңіздер. Так, бұл жерде яғни алдымен X-ің мәнін тауып аламыз, содан кейін бар математикалық күтімін табамыз, е? Қай топ дайын, тақтаға шығып жазуымызға болады. Так, мен уақыт алмас үшін балалар сіздерге екінші тапсырманы да бере берейін. Бос оқушылар қарай беріңіздер. Так, екінші тапсырманы қарай беріңіздер қазір. Так, дәптеріңізді ашып жазамыз, оқушылар. Так, алдымен біздер үлестірім заңын анықтау үшін біздер не істейміз балалар? Барлық ықтималдық мәндерін түсіндіре қояйық. Біздер есептің шартында ұтып алған ықтималдығын 1000 теңгенің қалай ұтып алған ықтималдығын табу керек болған. Біз барлығын қосып, яғни барлық ықтималдық бірге тең, содан бірден барлық шыққан санды азайттық. Сонда біздегі ықтималдық 0,1000-дан 1 болады. Жақсы. Және математикалық барлығын, яғни жоғарыдағы ықтималдықтарын бір-біріне көбейтіп, барлығын қостық. Сонда бізде 210 шықты. Жақсы, отыралыңыздар. Сіздерде солай шықты ма, оқушылар? Өте жақсы, отыралыңыздар. Так, сіздер екінші тапсырма берілді, оқушылар. Екінші тапсырманы қарап жіберейік. Екінші тапсырманы. Яғни бұл жерде тәуелсіз кездейсоқ шамалардың үлестірім заңға сіздер келесі кестеде берілген. Яғни сіздер бұл жерде берілген шамалардың математикалық күтімін табуларыңыз керек. Екінші тапсырма қолдарыңызға берілді. Қарап жіберейік. Так, X және Y. Так, мен уақыт алмас үшін балалар сізге үшінші тапсырманы бере берейін, е? Қарай беріңіздер. Тақтадағыны міндетті түрде жазып отырыңыздар. Тақтадағыны міндетті түрде жазып отырыңыздар, балалар дәптеріңізге шығарған есепте. Барлық тақтада тұрған есепте сізден дәптеріңізге жазып X-ке қатысты математикалық күтімді бірінші сабағымыз жақсы.
дискретті кездейсоқ шаманың үлестірім заңы берілген. X, Y кездейсоқ шамалардың математикалық күтімін бір-біріне сандарды көбейту арқылы таптық. Яғни кестедегі, бірінші кестедегі үстінде және астында берілген сандарды көбейту арқылы қосындысымен таптық. Яғни біріншісінде қанша шығады? Біріншісінде X 1,8-е? 1,8-де жақсы. Сіздерге бірінші топ. Жақсы. Үшінші дайын ба? Шауымыздар. Жақсы, келесі топ қарап отырмыздар. Яғни бұл жерде біздер К-ның мәнін табуымыз керек мына жерде. Және берілген шаманың математикалық күтімін табуымыз керек. Бізде барлығы ықтималдық бірге тең, және біз оны табу үшін енді барлығын қосып, бір-біріне көбейтіп және қосамыз. Математикалық күтімінде. Бізде белгісіз К-ның мәнін табуымыз керек. Математикалық үлесін табамыз. Математикалық күтімін табамыз, Кездейсоқ шаманың математикалық мәндерін табу үшін не істейміз? Математикалық күтімін табу үшін не істейміз, оқушылар? Кездейсоқ шаманың мәнін көбейтеміз, ықтималдықта, Жақсы, яғни математикалық күтімі 6,4-ке тең. Жақсы еді. Оқулықтағы 22-де екінші есепті ашайық. 22-де 2. Оқулықтың жұмыс. Яғни біздер ағарай 22-де екінші есептен бастап шығарайық. Қарап жіберейік, 22-де 2-ні оқиық. Яғни бізде не берген балдар? Кесте берген. Бұл жерде X кездейсоқ шаманың үлестірім заңын анықтайтын кесте толтыру керек болатынбыз. Яғни бұл жерде оптималдықтардың барлық қосындысы нешеге тең деді біздер? 1-ге тең болатын болғасын. Белгісіз X-ті қалай табамыз? Белгісіз оптималдық. Жоқ, бұл жерде математикалық күтім емес қой. Бұл жерде қосындысын табамыз. Дұрыс айтасың. Яғни мұнда нешеге тең болады? 0,25. Яғни қалай таптық? 1-ден азайтамыз, мұна үшеуінің қосындысы. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Тақтаға біреуіміз жаза алыңыздар. Тақтаға жаза қойып. Және келесі 52-де үшінші есепте көшейік. Ықтималдықтың сандарының қосындысы 1-ге тең. Мен X мәнін табу үшін 1-ден 0,75-ті азайттым. Сонда X мәні 0,125 болып шықты. Яғни кестеге 0,25 саны жазылады. Яғни сен ықтималдықтардың қосындысы 1-ге тең деп айттың, ықтималдық үлестірім заңы бойынша. Сол жерде сен 0,125-тің барлығын қосып 1-ден азайттың 0,175-ті бізде 0,125. Сіздер қалай шықты оқушылар? Баршаңызда шығарма осылай? Жақсы. Рахмет, отырамыз. Так, жақсы оқушылар. Үйге тапсырма 52-де 4-ші есеп жаза қояйық. Үйге тапсырма. Бүгін барлығыңызда өте жақсы сабаққа қатыстыңыздар. Керемет өздеріңіздің білімдеріңізді көрсете білдіңіздер. Баршаңызға рахмет. Ендеше оқушылар, бүгінгі сабағымызға рефлексиялар жасайық. Яғни қорытындысында сіздер осы сабақтан не білдіңіздер, алдағы уақытта жалпы өздеріңіз нені білесіздер, нені білдіңіздер және алдағы уақытта қандай тақырыпқа тоқталып, нені тағы да қайталау керектігілеріңізді анықтаған боларсыздар. Сабақ барысында енді соған айтамыз. Осы сабақта маған математикалық күтім, яғни
кездейсоқ шамалар туралы білдім. Және де білгім келетін күрделі есептердің қалай оңай жолмен шығара алатынын ары қарай дамытқым келеді. Рахмет көп. Керемет, жақсы тағы. Мен осы сабақта кездейсоқ шамаларды, сосын математикалық күтім соларды үйрендім. Жақсы болды, білдім да. Барлығы түсінікті болды ма? Басқа